Жұмыртқаның адам ағзасына пайдасымен қатар зияны бар екенін сіз білесіз бе? Кімдерге жұмыртқа жеуге болмайды? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Көптеген адам күнделікті ас мәзірін жұмыртқасыз елестете алмайды. Көпшілік үшін жұмыртқа тез дайындалатын тойымды тағам түрі деп білеміз. Дегенмен кейбір адамдарға бұл өнімнен бас тартқан дұрыс екен. Диетологтардың айтуынша, жұмыртқаны жиі жеген кезде оның сарысы аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Дегенмен кейде аллергияны жұмыртқаның ағы да тудырады. Аллергиялық ринит болса, жұмыртқаны қору кезінде де әсер етеді. Құрамында жұмыртқасы бар тағам өнімдерін тұтынған аллергиясы бар адамның реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, іштің ауруы, астма ұстамасы, экземаның нашарлауы, тыныс алудың қиындауы және анафилактикалық шок. Асқазан ішек жолдарының ауруларында. Асқазан ішек жолдарының созылмалы аурулары бар адамдар жұмыртқаға мұқият болу керек дейді. Бұл әсіресе гастритке қатысты. Жұмыртқа ағзаға кері әсер ететінін және оны жегенде мына белгілер арқылы білеміз. Яғни ол іштің кебуі, дененің ауырлығы, кекіру, жүрек айнуы. Егер осы белгілердің біреуі болса да, жұмыртқаны жегеннен кейін күшейсе, маманның көмегіне жүгіну керек. Сондай-ақ өт қабының және ұйқы безінің аурулары бар науқастарға жұмыртқаны тұтынуды шектеу ұсынылады. Бүйрек ауруы бар адамдарға да жұмыртқаны шектеу керек. Жұмыртқа ақуыздың құнды көзі. Ақуыз денеміздің негізгі құрылыс материалы. Егер жұмыртқа ағын шектен тыс ішетін болсаңыз, бүйрекке кері әсерін тигізуі мүмкін. Егер бүйрек бұрыннан ауырса, онда өте сақ болу керек. Себебі ақуызды қорыту кезінде аммиак пайда болады. Бұл зат бүйрекке теріс әсер етеді. Сондай-ақ атеросклерозда. Жұмыртқа нақты холестерин көзі. Сондықтан атеросклерозбен ауыратын адамдарға оларды жеуге болмайды деген пікір бар. Сондықтан дәрігер қандағы холестерині жоғары адамдарға дені сау адамдар үшін қолайлы ережелерді сақтауды ұсынады. Күніне 1-2 жұмыртқадан артық жемей, дұрыс тамақтанып және спортпен айналысу керек. Сонымен қатар Қытай ғалымдары жұмыртқаны қалыпты тұтыну холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетінін айтады. Жұмыртқа құнарлы өнімдердің бірі. Ол ақуызға, А, Д, Е, В12 дәрумендеріне, темір мен мырыш секілді минералдарға өте бай. Жұмыртқаның сарысында көзді қорғайтын және тері саулығын сақтайтын антиоксиданттар бар. Сондай-ақ ақуыз бар. Жұмыртқа тіндердің өсуі мен қалпына келуіне қажетті жоғары сапалы ақуыздың тамаша көзі. Бір орташа жұмыртқа құрамында шамамен 6 грамм ақуыз бар. Дәрумендер мен минералдар. Жұмыртқада кездесетін Д дәрумені сүйектер саулығы мен иммундық жүйені сақтауда шешуші роль атқарады екен. В12 дәрумені жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі және эритроциттердің пайда болуы үшін өте маңызды. Антиоксиданттар. Жұмыртқаларда лютеин мен зоаксантин бар. Олар көзді тор қабықтың бөлінуін қорғауға көмектеседі. Жұмыртқаны жоғары холестеринмен байланыстырады. Bir жұмыртқада шамамен 186 мг холестерин бар. Бұл күнделікті ұсынылатын мөлшердің жартысынан көп. Алайда қазіргі зерттеулер жұмыртқаны жеу адамдардың көпшілігінде қандағы холестерин деңгейін айтарлықтай әсер етпейтінін көрсетеді. Көптеген сау адамдар үшін жұмыртқаны мөлшермен тұтыну күніне 1 жұмыртқаға дейін жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін арттырмайды. Зерттеулер көрсеткендей, қаныққан және трансмайлар тағам құрамындағы холестеринге қарағанда қандағы холестерин деңгейіне айтарлықтай әсер етеді екен. Көптеген диетологтар мен дәрігерлер сау адамдарға күніне 1 жұмыртқадан жеу денсаулыққа зиян емес екеніне келіседі. Дегенмен рационның жалпы сапасы мен физикалық белсенділік деңгейін ескеру өте маңызды. Тепе-теңдікті сақтау. Жұмыртқаны рационға қосу ақуыздың, көкөністердің, жемістердің, дәнді дақылдардың және пайдалы майлардың әртүрлі көздерін қамтитын үйлесімді рационның бір бөлігі болу керек. Жұмыртқаны басқа пайдалы тағамдармен үйлестіру маңызды. Мысалы, көкөністер қосылған омлет немесе салатқа суға піскен жұмыртқаны қосу, рационды өзгертудің тамаша әдістерін пайдалану. Жұмыртқа көптеген адамдар үшін күнделікті рационның пайдалы бөлігі бола алады. Олар ағзаны қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етеді және денсаулықты сақтауға көмектеседі. Дегенмен кез келген өнім сияқты барлық қажетті заттарды алу үшін және жалпы денсаулықты сақтау үшін
үйлесімді тамақтану және шаманы білу керек. Ал сіздің рационыңызда жұмыртқа бар ма? Жұмыртқаны қандай көкөністермен үйлестіріп тұтынасыз? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.